Саламатсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағы. 111-ші сабақ. Есептік және реттік сан есім. Сабақтың мақсаты: есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау, түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Балалар, сан есімнің мағынасына қарай есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, топтау сан есім, болжалдық сан есім, бөлшектік сан есім деген түрлері бар. Бүгінгі сабақта біз сан есімнің мағынасына қарай есептік және реттік сан есімдер түрлерімен танысатын боламыз. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіретін сан есімдерді есептік сан есім деп атаймыз. Есептік сан есімдерге қанша, неше деген сұрақтар қойылады. Ал реттік сан есім заттың саналу ретін білдіреді. Реттік сан есімдерге нешінші деген сұрақ қойылады. Есептік сан есімге ыншы, інші, інші, ыншы жұрнақтарын жалғап, реттік сан есім жасаймыз. Мысалы, есептік 5 деген сан есімге жұрнақ жалғап, 5-ші деген реттік сан есімді жасауға болады. Есептік сан есім мен реттік сан есімнің не екенін түсінсек, енді мысалдар келтірейік. Мысалы, есептік сан есім 1, реттік сан есім 1-ші. Есептік сан есім 40, реттік сан есім 40-шы. Осылай әрі қарай жалғастырамыз. Енді балалар, есептік және реттік сан есімдердің ережелерін мұқият оқып, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Және ережелерді міндетті түрде жаттап алыңыздар. Оқулығымыздағы 37-ші жаттығуға назар аударайық. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талдаймыз. Берілген реттік сан есімдердің түбірін және қосымшасын анықтап, белгісімен сызып көрсетеміз. Келесі тапсырма семантикалық карта. Берілген сандарды есептік және реттік сан есім екенін анықтап, белгісін қоямыз. Балалар, сіздерге диалог берілген. Сол диалогты мұқият тыңдайық. Арман, сен нешінші мектепте оқисың? Мен 25-ші мектепте оқимын. Сен нешінші сыныпта оқисың? Мен 9-шы сыныпта оқимын. Сыныбыңда неше оқушы бар? 28 оқушы бар. Сен нешінші қатарда отырасың? Мен 2-ші қатарда отырамын. Сыныбыңда қанша оқушы күреске қатысады? 5 бала күреске қатысады. Орын алған балалар бар ма? Я. Былтыр күрестен 1 оқушы 1-ші орынды, биыл 2 оқушы 1-ші және 2-ші орынды жеңіп алды. Рахмет, өте тамаша. Балалар, берілген осы диалогтың ішінен реттік және есептік сан есімдерді теріп жазамыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.